Кең екен сырдың бойы қызыл далам, сол далаға сән қосты есім бабам. Ұрпақтарың мәңгілік ұмытпайды, біздің мақсат осы ғой алға қойған. Жетті ғой көптен күткен сол бір күнде, бір қуандым аспанға секірдім де, орындалды есімдер арманымыз. Көрген бар бұл күнді көрмегенде, секілді қандардың ақсарайы, кесенеміз алыстан алаңдайды. Сейдалы Нұрашата сіздер барда, менде жоқ қой сірә уайым қайғы. Қолдан келген қызметін аямаған, ат салысып жүгірген шаршамаған. Мың бір алғыс туысқан ағайынға, әлі талай бәріңді жырға қосам. Бар қазақтың бітпесін мерекесі, алталаштың кең болсын керегесі. Құтты болсын ағайын бой көтерген, Шөмекей есім ата кесенесі. Жаңа біле ұстасы мұна жігіт бөлді, осының авторы да қызымнан бастап сызған өзінің келіскен қадырғали деген бұрын біздің жерде мұндай ақтастан салғанды көп көрген жоқпыз енді. Сосын енді биіктігінде көтердік. Мына тастан салды енді өзі ата-бабамыздың несібесіне бұйырып тұрған шығар. Осылай әртүрлі варианттар болды ғой басында. Қызыл кесекті де ойластырды. Осыны тәуір оның үстіне Ағзаман әулиеміздің кесенесіне несі сәулеті келсін, пішіні келсін, ол мрамордан салынған ойдағыдай болып шықты енді. Рахмет балдарының батасын береді. Метр болсын, 10 метр болсын, одан 13 метр боламыз. Ал Ташкент бұл шамдан былай деп жатыр. Бұл ананың қасында кішкене баласындай болып қалмасын. 17 метр болады деген кезде ойланып қалып, Қазақстанда 17 метр салған жоқ деген көргенде, 14 метр ең биік көтергенде 13 жарым. Мінекей бабамызға бұйырған шығар, 17 метр бұл ең үлкен осы сіздің резерв салған.